Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Менің тұрақты қолдаушыларым және көрермендерім. Бүгін сіздерге өте керемет, әрі тез уақытта дайын болатын өте дәмді сникерс пирогтың жасалуымен бөлісетін боламын. Ең алдымен маған қолдау көрсетіп каналыма тіркелсеңіздер, ұнаса лайк басып комментарий қалдырсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Өйткені күнделікті шығып отырған рецепттерді сіздер жіберіп алуларыңыз мүмкін. Сондықтан каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бұл пирогтың жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Ал ендеше пирогымызды бастаймыз. Бізге пирогты дайындау үшін қажет болады бөлме температурасындағы сары май, шекер және де жұмыртқа қажет болады. Разлихитер және де какао қосатын боламын. Ең алдымен сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Шекер, жұмыртқа барлығын қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамын. Араластырып алдым. Енді осының үстіне какаоны саламын. Какаоны салмастан алдын аздап ұн қосып жіберемін. Оның үстіне бір қасыққа толтырмай разлихитер қосамын және де какао қосамын. Жақсылап араластырамын. Енді қалғанын қолмен илейтін боламыз. Қолға жабыспайды, біркелкі масса шығу керек, қамыр шығу керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Өте әдемі біркелкі қамыр шықты. Енді тура осының аз ғана бөлігін осылай алып, 4 бұрыштап, пищевой пакетке орап, морозильникке қойып қоямыз. Чоркаға өткізгенге бізге жеңіл болады. Ал қалған бөлігін пищевой пакетке салып, холодильникке қоятын боламыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына мен вареная сгущенка қолданып жатырмын. Бұл вареная сгущенкадан 3 немесе 4 қасық столовый ложка толтырып қосамыз. Бізге осы жеткілікті болады. Және де арахис қоссаңыздар болады. Менде миндаль мен арахис араласқан түрі. Енді бірінші жақсылап сгущенканы араластырып аламыз. Сапалы сгущенка қолдансаңыздар, пирогымыздың дәмі жақсы шығады. Сондықтан барынша сапалы түрін қолдануға тырысыңыздар. Енді осы сгущенканың үстіне жаңа дайындап қойған көмектерімді қосып жіберемін. Біздің начинкамыз дайын болды. Енді бұны бір шетке алып қоятын боламын. Холодильникте әбден тынған қамырымызды жаямыз формаға. Жақсылап бортиктарын шығарып, жұқалап етіп жайып аламыз. Шеттерін осылай қиып алып тастаймыз. бір тегістеп
Міне, енді қамырымыз дайын болды. Енді жаңағы дайындаған начинкамызды саламыз. Қамырдың барлық бөлігіне жеткізіп жайып шығамыз. Міне, қамырдың барлық бөлігіне начинкамызды жайып шықтым. Енді бетіне теркадан жаңағы алып қалған кішкентай бөлігімізді өткізетін боламын. Қамырымыз осындай қатты болу керек, өйткені бізге теркадан жұмыс жасаған кезде жеңіл болады осылай. Егер қатпаса, ол теркадан өтпей өзіміз абыржимыз. Сондықтан морозильникке міндетті түрде қатырып алыңыздар. Міне, өткізіп алдық. Енді барлық бетіне, сгущенканың бетін жауып шығамыз осылай начинканың. Өте керемет пирог болып шығады. Енді 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Енді ақырындап алып формаға жайғастырамыз. Жақсылап суығаннан кейін барып формадан шығарамыз. Мен бетіне әсемдік үшін шоколад себейін деп жатырмын. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер, өте дәмді керемет пирог шығады. Бетін осындай шоколадпен, немесе сахарный пудрамен, немесе өзін ұсына берсеңіздер болады. Дастарханымыздың керемет сәнімен дәмі болатынына сенімдімін. Міне біздің сникерс пирогымыз дайын.